Сарбаздар мылтықтарын көтеріп, тұтқынға оқ жаудырды. Оқ үстіне оқ атылды. Бірақ жерге жансыз құлауы тиіс адам. Орнынан тапжылмады, ол мүлде жараланбаған еді. Тұман төңірегінде бұрқырап жатқанда, сарбаздар оның артында бірдеңе тұрғанын көрді. Адамға ұқсамайтын бір үрейлі көлеңке. Бірдеңе сайтан тектес. Олар білмеген бір жайт бар еді. Дәл оқ атыла бастаған сәтте, әлгі адам сайтанмен келісімге келіп, өз жанын жер бетіндегі соңғы бір күндік еркіндікке айырбастап жіберген болатын. Бұл уақыт ішінде оған ешқандай зиян тимейтін еді. Ал сайтан келгенде өзіне тиесілі жанын алып кетуге тиіс болатын. Қара күшпен қаруланған ол адам сарбаздардың бәрін оп-оңай жайратып салды. Сол жермен тоқтамай, патшаға арналған соғыс олжасы, алтын сандықты иеленіп алды. Көп жылдық соғыстан кейін әйелімен қайта қауышуға деген шексіз сағынышпен үйіне қайтқан ол мүлде күтпеген көрініске тап болды. Әйелінің қасында әрең бірнеше айлық нәресте жатыр. Бір сәттік қуаныштан соң шынайы жағдай миына жетті. Әйелі оның соғыста қаза тапты деп ойлап, басқа біреуге тұрмысқа шығып, көршілермен жұбаныш тапқан. Қайғы мен ашу оны шарпып өтті. Ақыл есін ашу бұлт басты. Көзін ашуға толтырып, ол сәбиді отқа орамақ болды. Дыбысты естіп, баланың әкесі жүгіріп келді. Оны тоқтатуға тырысты. Бірақ ашудан көзсіз кеткен адам. Оған адам айтқысыз күшпен соққы беріп, жер құштырды. Оқиғаға куә болған әйелі бұл сұмдыққа тосқауыл болу үшін арқасынан шабуыл жасамақ болды. Алайда сайтанмен жасасқан келісім оны өлімнен қорғайтын. Ешқандай өлімші күш оған әсер ете алмады. Шығатын жол қалмаған соң, әйелі өз өмірін қиды. Таңдау үшін ең ауыр құн төледі. Бәріне себепкер болған әрекетін көріп, ер адамды өкінішкерінеді. Ол сайтанның бұл істің барлығын алдын ала ойластырғанын кеш түсінді. Сол себепті ол сәбиді шіркеудегі дін қызметкеріне аманат етті. Ал өзі болса, сайтан келген кезде қақпан құрды. Сайтан ұсталып, темір торға қамалды. Бұл енді әлемде еркін жүруге жол бермейтін шара еді. Қағарына мінген сайтан жан ұрлап шыңғырды. Ол ер адамның жанын тамұққа сүйреп кетем деп ант етті. Бірақ жылдар өтіп жатты. Ер адам оған еш мүмкіндік бермеді. Бұрынғы өмірінен бас тартып, тауға кетіп, ұста болып, өмір сүре бастады. Ұрланған алтынмен бекініс тұрғызып, қатерлі қақпандармен толы лабиринт салды. Бұл ешкім бұза алмайтын қорған еді. Бір күні ауылға федералдық офицер келді. Қолында іздеу қағазы бар. Жоғалған қазынаны табуға бел байлаған ол ұстаны Пэтсид жылдам тауып алды. Үш ауыл тұрғынын ертіп, үйін тінтуге асықты. Алайда ұстаханаға келгенде қақпада ілулі тұрған суық темір айғыштар офицерді селт еткізді. Алға шығудың орнына ол сыртта қалып, қауіпсіз қашықтан бұйрық беруді жөн көрді. Тұрғындар тізбекті үзіп, ішке енді. Аула шегелер мен айғыштарға толы. Ауаны түсініксіз ауыр тылсым жайлап алған. Ең батылдары да діріл қақты. Олар Пэтсиді ескертіп, көмектес, әйтпесе салдары ауыр болады деді. Бірақ дәл сол сәтте Пэтси есікті жайлап ашып жатқанда, бір тұрғын байқамай жасырын тетікті басып жіберді. Қақпан іске қосылды. Көлеңкелер арасынан Пэтси шықты. Бетпердемен қалқан киген. Тек өзі ақ жүректері дір еткізерлік қорқыныш тудырды. Әсіресе айналада жаңғырып жатқан жолдастарының жан түршігерлік айқайын естігенде, бір адам бар күш жігерінен айырылды. Ол әрекет етпей жатып, Пэтси балғасын сүйектен өтетін күшпен сілтеп, оның қолын сындырды. Сосын бір тепкенде, оны жерге сұлатты. Адамдар өздерінің әлсіз екенін түсініп, жан сауғалап қаша жөнелді. Жараланған жолдасын тағдырына тастап кетті. Алайда бар үміт үзіліп, Пэтси оны өлтіреді деп күткен сәтте, ол керісінше тізерлеп отырып, темір қақпаннан босатты. Қашып кеткен екеуі артына бұрылғанда, жолдастарының денесі жерде жансыз жатты. Олар енді сенімді болды. Пэтси қобыжық, ал федералдық офицер әлдеқашан сол жерден ғайып болған еді. Басқа амал қалмаған соң, екі адам ауылға қайта оралып, көмек шақыруға кірісті. Пэтси бәрін түсінді. Ол не істесе де, халық оған ешқашан сенбейтін еді. Тағдырына мойынсұнып, денені көмуге дайындалды. Бірақ ол бір нәрседен бейхабар еді. Оның ауласына бір кішкентай қыз кіріп кеткен. Бұл сол баяғы ол шіркеуге тапсырып кеткен қыз еді. Аты Юсуэ. Анасын суицидтен жоғалтқан соң, ауылдастар одан теріс айналды. Құрдастары мазақтап, қорлап, оны жалғыз қалдырды. Бірақ Юсуэ ешқашан берілмеді. Ол өзін басуға тырысқандарға қашан да қарсы тұрды. Алайда бұл қайсарлық оның жалғыздығын одан сайын күшейтті. Жандағы жалғыз серігі ескі жыртық қуыршақта қорлаушылардың қолында кетті. Олар оның басын жұлып алып, ұстаның қақпасының ар жағына лақтырып жіберді. Оны қайтарып алу үшін Юсуэ бар батылдығын жинап, қорқынышты ұстаханаға кірді. Бірақ ол күтпеген жайтқа тап
байқап болды. Пэтсиді өлі дененің қасында көріп қалды. Қорқыныштан сіресіп, жасырынуға мәжбүр болды. Ол дренаж құбырына кіріп кетіп, көзіне түспеуге тырысты. Қараңғы туннелмен жүріп келе жатып, ол әлдеқайда жұмбақ бөлмені тауып алды. Сосын естіді. Келесі бөлмеден тұншыққан жылау естілді. Қызығушылығы оянып, қабырға саңлауынан сығалады. Іште торда қамалған бір жас бала. Денесі көгерген, даусы қалтырап көмек сұрап жатты. Жүрегі езілген Юсуэ ішінен уәде берді. Мен сені босатам. Түнді күтті. Пэтси ұйықтап жатқанда, оның белдігінен кілтті абайлап суырып алып, тарды ашып баланы босатты. Бірақ бірдеңе дұрыс емес еді. Бала қашпады. Керісінше қабырғада ілулі тұрған болат үштікті алды. Сосын суық күлкімен Пэтсиге қарады. Юсуэ дір ете түсті. Баланың сұлбасы бұрала бастады. Денесі өзгеріп, бір сұмдық адам бейнесіне жаратылысқа айналды. Қыз не болып жатқанын түсінгенше, тым кешет, сайтан босатылған. Үштікті биікке көтеріп, соққы жасауға дайындалды. Бірақ сол сәтте Пэтсидің көзі шаншыла ашылды. Пэтси қанша шебер болса да, қатер төндірге жасырын шабуылды тоқтата алмады. Соңғы амал ретінде ол жалындап тұрған пешке қолын салып, отты темір айқышты суырып алып, бар күшімен соққы жасады. Сайтанды тітіренткен, жанып тұрған крест оны шыңғыртып жіберді. Қатты жараланғанын түсінген сайтан тез қимылдады. Юсуэді шап беріп ұстап алды. Мен қайта оралам, деді ол. Қара тозақтың барлық күшін Пэтсиге қарсы жинаймын. Бірақ сол сәтте аяғы жасырын аю қақпанына түсіп, қатты құлап түсті. Пэтси асықпай келіп, басынан биік тұрды. Сосын балғасын көтеріп, бір емес қорлайтындай соққы берді. Бұл сайтанды өлтірмеді, бірақ намысына қатты тиді. Бірақ одан да жаманы алда еді. Пэтси мен Юсуэ сайтанды қайта торға қамап, оны өте ерекше тәсілмен азаптай бастады. Әр жолы сайтан тәртіпсіздік жасаса, Пэтси өзінің құпия қаруын алып шығатын. Нут ноқат дәні әдісі өте қарапайым еді. Пэтси ноқат дәндерін еденге шашып жіберетін. Сайтанның ішкі компульсиясы оны әрбір дәнді санауға мәжбүрлейтін. Егер біреу қатарын бұзып қойса, бәрін қайтадан бастауға тура келетін. Бұл өлімге алып келмейтін, бірақ сайтан үшін нағыз азап еді. Бұнымен де тоқтамай, Пэтси таза алтыннан жан жейтін қоңырау құйған еді. Оны бір-ақ сілкінткенде, сайтан жан төзгісіз, қиналысқа түсетін, ауыр азаптан бұралып жататын. Пэтси мен Юсуэ жаңа күштерінен рахаттанып жүргенде, белгісіз қауіп олардың табалдырығына жетті. Федералдық офицер қайта оралды. Ол ауыл тұрғындарын қоздырып, ұстаның шеберханасына шабуыл жасауға итермеледі. Сырттай олар қайтыс болған жолдастар үшін кек алмақ болып көрінген. Бірақ шын мәнінде олардың барлығының көзі Пэтсидің жасырын қазынасында болды. Олардың шынайы ниетін сезген Пэтси көп таңдау жоқ екенін білді. Ол еш қарсылықсыз берілді. Ауылдықтар оның үйін түбінен қобарып, алтын іздеуге кірісті. Бірақ қанша тінтсе де ештеңе таппады. Олар тордағы сайтанды көргенде бәрі шошып кетті. Бірақ біреу ғана қорықпады. Діни қызметкер көзі жайнап кетті. Ол сайтанды қауіп емес, Құдайдың сыйы деп қабылдады. Егер ол бұл тіршілік иесін Ватиканға апарып, тылсым күштің бар екенін дәлелдесе, шіркеудің ең жоғары сатысына көтерілуге мүмкіндігі бар еді. Бірден ол діни парызын алға тартып, жағдайды бақылауға алмақ болды. Алайда офицер оның амбицияларына төзбеді. Діни қызметкерді бірден қуып шығуға бұйрық берді. Дін қызметкері кетісімен, ауыл тұрғындары уақыт жоғалтпады. Олар Пэтсиді мықтап байлап, азаптауға кірісті. Ниеттері жасырын алтынның орнын білу. Бірақ олар бір нәрсені білмейтін. Офицерге қазына мүлде керек емес еді. Оның нағыз мақсаты сайтан болатын. Офицер алға шыққан кезде көздері қан қызыл түске боялды. Ал сайтанның бет әлпеті қорқыныштан бұрмаланып кетті. Сол сәтте сайтан шындықты таныды. Бұл адам емес. Бұл жоғарғы деңгейдегі сайтан еді. Ол тозақтан жіберілген Пэтсидің жанын тартып алу үшін өзінің орнына келген. Қатты қорыққан сайтан жалынып кешірім сұрап, миссиясын аяқтауға мүмкіндік беруді өтінді. Бірақ офицер оны мазақ етті. Адамдардың өздері торға қамаған. Жан жинаушы бұл масқара, деді ол. Сен міндетіңді орындамадың. Бәрі біткен соң сен тозақтың кек алау шұңқырындағы әжетханаларды тазартуға жіберілесің. Бұйрық беріп болған соң, офицер ауыл тұрғындарына бұрылып, Пэтсиді дарға асыңдар, деді. Көлеңкеде тығылып тұрған Юсуэ Пэтсидің тағдыры қыл үстінде екенін көріп, жүрегі сыздады. Сол сәтте тордағы сайтан күтпеген ұсыныс жасады. Мен Пэтсиді құтқара аламын, бірақ бір шартпен. Бәрі біткен соң мені босатасың, деді ол. Сайтан шу шығарып, назар аудартқанда, Юсуэ тез әрекет етті. Ол қасиетті қоңырауды алып, бар күшімен сілкіп қалды. Айналаны кернеген үрейлі дыбыс
офицердің шынайы бейнесін ашып тастады. Ауылдықтар қорыққаннан қатып қалды. Екі адам Пэтсиді тастап, қорқынышты жаратылысқа оқ атты. Бұл сайтан патшасын өлтірмеді, бірақ Пэтсидің тірі қалуына мүмкіндік берді. Аласапыранның ішінде Үсуэ уәдесінде тұрды. Ол сайтанның шынжырын шешіп, бостандыққа жіберді. Діни қызметкер бұл көрініске сенбей қарап тұрып қалды. Сайтан тордан босағанда ол ештеңе істей алмады. Бірақ тағдыр өзге жоспар құрған екен. Сайтан енді ғана бірнеше қадам жасағанда, тағы да аю тұзағына түсіп, жерге гүрс ете құлады. Оның сәтсіздігінен күш алған ауыл тұрғындары жан-жақтан тап беріп, аяусыз соққының астына алды. Сайтанның қашуы сәтсіз болғанын көріп, діни қызметкердің ашуы лап етті. Ватиканға сайтанды апару арманынан айырылып қала жаздағаны оның ақыл есін тұмшалап тастады. Ашу үстінде ол Үсуэге қатты соққы берді. Қыз бұл сатқындықтан жан дүниесімен күйреп, соңғы үмітінің де сөнгенін сезді. Мүмкін ол мына әлемнің тозақтан еш айырмашылығы жоқ деп ойлаған болар. Бәлкім тозақта анасымен қайта қауышатын шығар. Осылайша Үсуэ сайтан патшаға ұсыныс жасады. Өз жанын ерікті түрде ұсынды. Сайтан бұны қалай қабылдамасын. Келісім бекіді. Оттар лап етіп жанғанда, офицердің денесі үлкейіп, оның шынайы жан түршігерлік демондық бейнесі бәрінен биік көтерілді. Болат үшкір айырын бір сермеп, ол Үсуэнің жанын тартып алды. Пэтси шарасыз қарап тұрды. Ол қыздың туған әкесі болмаса да, ол өзінің жарының қанын алып жүрген. Оны жоғалта алмайтын еді. Сондықтан Пэтси бір кезде өзі қолға түсірген сайтанға соңғы сынысын жасады. Мен 8 жыл бұрынғы келісімді орындаймын. Оның орнына тозаққа мен барамын. Сайтан мысқылдап күлді. Мен Пэтсидің жанын аламын да, кейін тозақта әжетхана жуам ба, дегендей. Бірақ қарыз. Ал Үсуэ оны құтқарған болатын. Сондықтан амалсыздан сайтан келісті. Дәл кетіп бара жатқанда, Пэтси шіркеуден бір үлкен затты сүйреп шығарды. Таза алтыннан құйылған алып қоңырау. Сол уақыт бойы жоғалды деп келген қазына бар көз алдында шіркеудің ішінде жасырын түрде тұрған еді. Ауыл тұрғындары соны байқамай қалған. Уақыт жоғалтпастан Пэтси сайтанға бұйрық берді. Жанымды ал. Қатты ауырсыну кеудесін жарып өтті. Көзін ашқанда Пэтси жалаңаш күйде, от жалыны шарпыған тозақтың тереңінде тұр еді. Сайтан уәдесінде тұрып, алтын қоңырауды қалтасына салып алды. Пэтси енді адасқан жандардың бірі. Ол да тозақтың ішіне қарай ағылғандардың арасында еді. Бірақ ол үмітсіз емес еді. Ол Үсуэні тапты. Күзетшілер мұны тез байқады. Сол сәтте Пэтси сайтанға бұйрық берді. Үсуэні қайтадан жер бетіне жеткіз. Өзі болса орнында қалып, балғасын қолына алып, қарсы тұруға бел буды. Бірақ бұл тозақтың өзегі еді. Тозақ иесіне қарсы қандай үміт болуы мүмкін? Дәл сол сәтте сайтан патша қаруын көтеріп, Пэтсидің жанын алуға дайын тұрғанда, бір саз құмырасы оның басына барып соғылды. Құмыра ішіндегі ноқат дәндері еденге шашылды. Тозақтың ең құдіретті күшінің өзі бұл компульсияға қарсы тұра алмады. Барлығын ұмытып, тізерлеп отырып, есі кете санауға кірісті. Күннің алғашқы сәулелері тозақтың қақпаларына жеткенде олар жабыла бастады. Пэтси Үсуэге соңғы уәде берді. Мен сенің анаңды алып қайтамын. Қоштасу ауыр болды. Үсуэ жер бетіне қайтып оралды. Ал Пэтси алтын қоңырауды иығына көтеріп, тозақтың қабырғаларына өз атын мәңгілікке жаздырды. Жақсы ма, жаман ба? Енді ол ұмытылмайды. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздердің жағымды пікірлеріңіз мен үшін үлкен қолдау. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.